яғни жүктілік кезіндегі қанды бөліністер. Жалпы қанды бөліністер келген кезде біз көбінесе қорқамыз, жаңағы қыз-келіншектер, әсіресе жүкті қыз-келіншектер жаңағы угроза болуы мүмкін, бала түсіп қалуы мүмкін, түсік тастауы мүмкін деген сияқты. Енді қараңыздар, қанды бөлінділер кей жағдайда қалыпты болып саналады. Және де қанды бөлінділер қоңыр түсті болсын, немесе алқызыл түсті, қандас түсті болсын, кез келген выделение, яғни қан түсті выделение деп аталады. Оның жүктіліктің ерте кезеңдерінде және кеш кезеңдерінде болып екі түрге бөлінеді. Тақырып выделение, жүктілік кезіндегі выделение. Жалпы выделениялар ерте кезеңдегі выделение және кеш кезеңдегі жүктілік кезіндегі қанды выделениялар болып екіге бөлінеді. Жүктіліктің алғашқы кезеңдегі, яғни алғашқы апталарындағы 12 аптаға дейінгі алғашқы мерзімдердегі қанды выделениялар ол не себептен кездеседі? Жалпы қыздар, суретте көріп отырсаңыздар, аналық без екі жағында шарик тәрізді ілініп тұр, одан кейін жатыр түтігі, яғни труба, одан кейін ортасында тұрған жатыр, және 10 деген санның астында тұрған қынап. Сол 10 деген аймақ ол жатыр мойны болып саналады. Енді қараңыздар, жүктілік жалпы қай жерде жүреді? Жүктілік, естеріңізде болсын, ол жатыр түтігінде жүреді. Ешқашан қателеспеңіздер, ол жатырда жүктілік болады екен деп жоқ. Мысалға, жыныстық қатынасқа түскеннен кейін ер адамның ұрығы міндетті түрде олар өте қозғалғыш келеді ғой. Мысалға, көптеген картинкаларды көріп жатамыз, сен деген жылама, қайғырма, бұл дүниеде жолым болмады деп. Себебі сен миллиондаған таңдаулы клеткалардың ішінде сен жеңімпазсың деп. Неге? Себебі ер адамнан сперма бөлінген кезде бір уыс сперма бөлінді деген ұрық жасушасы. Сол кезде оның ішінде миллиондаған, миллиардтаған ұрық жасушасы болады. Соның ішінде біреуі ғана ұрықтандырады. Яғни сіздің әйел адамнан ұрық жасушасы тек қана бір ер адамның жыныс жасушасын кіргізе алады. Басқа жыныс жасушасын кіргізбейді, естеріңізде болсын. Сондықтан сіз миллиардтаған жаңағы кейіпте таңдалғанысыз, яғни миллиардтаған сперма жыныс жасушасы бар, содан сіз пайда болып отыр, соның біреуінен ғана деп айтылатын себебі сондықтан сперма жыбырлай отырып жаңа жатыр түтігіне келеді. Жатыр түтігінде әйел адамның жыныс ағзасымен қосыла отырып, сол жерде ұрықтану болса сәтті жүктілік пайда болады, яғни бала пайда болады. Ол уақыт өте жылжи отырып жатырға келіп бекінеді. Кей жағдайда осы жатыр түтігінің өтімсіздігі немесе қандай да бір суық тию жатыр түтігіне болса трубаға, онда ол жерде жаңа пайда болған ұрық жатыр қуысына келіп бекіне алмайды. Және де ескерте кететін жағдай тағы да ер кісілер болса, осы эфирді көріп отырған, өтінем шығып кетсеңіздер, себебі мен өтетін эфирлер, жалпы мен жүргізетін парақша, каналдар, кез келген әлеуметтік желідегі ол тек қана қыз-келіншектерге арналған. Бұл жерде сіздерге арналған әңгіме де жоқ, сіздерге арналған тақырып та жоқ. Сондықтан кішкене ұяттарыңыз болса, біліміңіз болса, бұл эфирде отырмаймыз, шығып кетсеңіздер. Енді қараңыздар, осы енді алғашқы жүктіліктің алғашқы айларында, алғашқы уақыттарда не үшін қанды выделение келеді? Жаңағы егер жатыр қуысына бекінбесе, жатыр түтігінде қалып қалса, онда жатырдан тыс жүктілік пайда болады. Және де бұл тек қана трубаларда пайда болмайды, жатырдан тыс жүктілік. Өздеріңіз не жерде көріп отырған цифрмен, яғни бірінші, екінші, үшінші деп номерлар тұр ғой, сол кез келген жерде жаңағы ұрық пайда болып, яғни бала пайда болып, ол жатыр қуысына түспесе, ол жатырдан тыс жүктілік болып табылады. Яғни осы жерде бекініп қалған, осы санмен көрсетілген органдарда бекініп қалған жағдайда ол не жатыр болмағандықтан бала өседі, уақыт өте келе. Одан кейін ол жер тар болғандықтан өсе келе сол органды жарып жібереді. Жарған кезде не істейді? Кез келген мүше қанайды. Сол кезде қанаған кезде бізге қанды бөліністер түрінде көрініс беруі мүмкін. Ол бірінші, яғни жатырдан тыс жүктілік болған кезде ерте мерзімде жүктіліктің кезінде. Ол кезде не болады? Қанды бөлініс болады. Одан кейін келесі себебі алғашқы айларда
ол міне қан өздігінен түсіктің болуы, яғни ұрық алғашқы айларда дамымайды да, одан кейін істейді, түсіп қалады өздігінен, яғни жүре түсік деп айтады. Бұл выкидыш, яғни сол кезде яғни қанды бөлініс түрінде көрінуі мүмкін. Одан кейін қараңыздар қыздар, қалыпты жағдайда жатырдың қабырғасына келіп бала ұрық бекінеді. Ол бекінуі әртүрлі. Біреуі жатырдың түбіне бекінуі мүмкін, біреуі оң жақ қабырғасының сол жақ алды артына бекінуі мүмкін. Мысалға, түбі дегеніміз не? Мына жоғары жағында көріп отырсыздар ғой, суреттің. Мына жоғарғы бөлігі төмен қарай кетеді. Осы түбі дегеніміз мына жоғарғы бөлігі. Осы жоғарғы бөлігіне бекінуі мүмкін. Оң жақ сол жақ қабырғасына алды артына бекінуі мүмкін бала келіп. Кей жағдайда ол бала төмен жаққа қарай бекінеді, яғни жатыр мойнына қарай, яғни төмен орналасу деп атайды. Сол кезде ол жерге орналаса алмайды да, төмен жаққа бекіне алмағандықтан көбінесе бала түсіп қалады өздігінен. Сол кезде қанды бөлініс түрінде көрінуі мүмкін. Және де мынау өздігінен түсік болған жағдайда, және де УЗИ-ға түскен кейбір жүкті кісілер біледі, ол гематоманың пайда болуы нәтижесінде, яғни бала бекінген кезде, ұрық бекінген кезде жатырға келіп, яғни жатыр, одан кейін баланың арасында байланыстырушы мүше болады. Ұрық жолдас деген, ұрық жолдас 16 аптада толық жетіліп бекініп бітеді. Оға дейін тек қана бүрлер болады. Осы бүрлерден бала дұрыс бекінбеген кезде, қисық бекініп қалғанда арасында қан үйіп қалады да, сол уақыт өте келе гематома ыдыраған кезде не болады? Қанды бөлініс түрінде көрінуі мүмкін. Одан кейін қараңыздар, жаңа түтіктен келе жатып жатырға келіп бекінеді деді қой бала. Сол кезде алғашқы жүктіліктің алғашқы бірінші, екінші аптасында етекір тәрізді қанды бөліністері болуы мүмкін. Кейбір қыз-келіншектер өзінің жүкті екенін тест алмай, тексермей жүре береді. Жүрегі айнымауы да мүмкін, токсикоз ерте кезінде болмауы мүмкін. Сол кезде қанды бөлініс болуы мүмкін. Оны етекір екен деп шатастырып алады. Содан кейін уақыт өте келе ол жүктілік екенін біледі. Мен қай кезде көтеріп қалдым деген сұрақтар болады басында. Енді қараңыз, жатырға келіп бекінген кезде, басында бекінген кезде, жатыр бәрібір айттым ғой, баланы бөгде дене деп санағандықтан ол жиырылуға тырысады. Және де бекінген жерге бала енеді, кәдімгі сізден қан сорғыш кене сияқты ішіңізге кіріп алады бала жатырға. Сол кезде жатырдың кішкене бөлігі не істейді? Қанайды. Сол қанды бөлініс ретінде келуі мүмкін алғашқы апталарында. Бұл кезде етекірден айырмашылығы бұл ал қызыл түсті выделение болады. Содан кейін тағы да міне төмен бекінуі дедім ғой, бала қалыпты жағдайда, міне суретте көріп отырсаңыздар, норма деген, қалыпты жағдайда оң жақ қабырғасында немесе сол жақ қабырғасында бекіну мүмкін. Ал кейбір жағдайда осы бала төмен орналасуы мүмкін. Төмен бекінген кезде, жатыр жиырылған кезде, жаңа жүктілік ары қарай дамымай, немесе сол жерде қанды бөліністер түрінде көрінуі мүмкін. Және де бұны немен тексереміз? Жүктілік кезінде, мысалы қанды бөлініс келді, сіз міндетті түрде дәрігерге барасыз да, жүктілік бар ма, жоқ па, осы анықтау керек. Оны көбінесе екі түрлі әдіспен анықтаймыз. Біріншісі ультрадыбыстық зерттеу, яғни УЗИ арқылы, ал екіншісі қандағы гормон, яғни ХГЧ гормонын анықтаймыз. Және де мысалға жатырдан тыс жүктілік болады, сіз қан кетіп жатыр, тексеру керек, жүктілік бар ма, немесе қай жерде бекінген. Көбінесе алғашқы апталарда жүктілікті тексерген кезде жатырды тексереді врачтар, бірақ жатырда не көрмейді? Ұрықты көрмейді. Бірақ толық аныққанды тексерсе, онда ол басқа жаққа бекінгенін көре аласыз. Егер сіздер тест тексеріп, тесттен оның нәтиже көріп тұрып УЗИ-ға барсаңыздар жоқ десеңіздер, онда міндетті түрде күдіктену керек. Неге күдіктену керек? Жатырдан тыс жүктілікке күдіктену керек. Оны міндетті түрде анықтап дер кезінде емдеп тастау керек. Себебі қыздар айтам, жатырдан тыс жүктілікті ерте кезінде анықтамаса, ол өскен сайын уақыт өте бәрі ол дамымайды. 7-8 аптада өздігінен істейді, жарылады, жатыр түтігін жарып жібереді. Ол содан кейін сізді операция жолымен жатыр түтігін алып тастауға тура келеді. Ал жатыр түтігін алып тастаса, сізде жүктілікке деген жүктілік болу қабілетіңіз азая береді. Енді қыздар алғашқы апталарда, содан 12 аптаға дейін негізі көп жағдайда жаңа қанды бөлініс болып жатса да, УЗИ-ға түскен кезде міндетті түрде вагинальны тексертіңіздер. Вагинальны тексеру дегеніміз міне былай жүзеге асады. Көп қыз-келіншектер мысалға қанды бөлініс келіп тұрады, одан кейін барады дәрігер не істейді? Осында вагинальный датчикпен тексерген кезде
түсік болып қалып жатса, көп қыз-келіншектер ойлайды, мені УЗИ-де астымнан тексерді да, соның нәтижесінде балам түсіп қалды деп дәрігерлерді, УЗИстарды кінәлап жатады. Сіздердің құлақтарыңызға үлкен алтын сырға, ешқашанда бұл ультрадыбыстық зерттеу, яғни именно вагинальный әдіс арқылы зерттеген кезде бала түспейді. Себебі ол барып, жаңағы сіздің шейкаңызға әсер етіп, ішіне кіргізіп, жатырға қарай датчикті ешкім кіргізбейді ғой. Себебі жатыр мойны всегда жабық тұрады. Жатыр мойны ашық болғанда ол немен әсер етсенде бала бәрі түсіп қалады. Себебі жатыр мойны, шейка, ол пробка қызметін атқарады, яғни бекітіп баланың түсіп қалмауын қамтамасыз етіп отырады. Мысалға, босанар кезде неге шейка ашылады? Себебі бала дүниеге келу үшін. Ал жүктілік кезінде ол әрдайым бітеліп тұрады. Енді қараңыз, бітеліп тұрған нәрсеге қанша, тек қана ол жерден сперма өте алады, а спермадан басқа еш нәрсе өте алмайды. Тек өту үшін оны шейканы бері қарай тартып, біз манипуляция жасаған өзінде ашып, кеңейткіштер арқылы, әртүрлі аппараттар арқылы ғана жүзеге асырамыз. Ал датчик ол жаққа кірмейді, естеріңізде болсын. Сондықтан, егер түсік болып жатқан жағдайда, датчиктен болды, УЗИдан болды, астымнан тексерді, сөйтіп қанап кетті деп қателесіп жүрмеңіздер. Неге вагинальный тексереміз астыңыздан? Себебі вагинальный тексерген кезде ғана біз нақты әдемі сурет ала аламыз, анық ала аламыз. Ал іштен тексерген кезде ол матканың орналасуына байланысты, жаңа трубалардың орналасуына дұрыс көрінбейді да, дұрыс нәтиже алмауыңыз мүмкін. Сондықтан асты жағыңыздан тексеремін десе, ешқандай қорықпаңыздар және отказ бермеуге тырысыңыздар. Тек қана тұрмысқа шықпаған, яғни қыздыға алынбаған қыздарды ғана 3 аймақтан тексереді. Бұл естеріңізде болсын, иә. Астыңызға вагинаны тексерген кезде нақты көрінеді. Не үшін? Шейка ашық тұрма, жатырда ма, жатырдан тыс па, және суреті УЗИде әдемі шығады, дұрыс диагноз қоюға көмектеседі. Енді келесі енді мен естіп тұрмын ба? Қыздар, сіздерге естіліп тұрма, қатып қалған жоқ па? Бір рет тексеріп жіберсек, байланысты сіздерге түсінікті болып жатыр ма, әлде қиындап күрделеніп кетті ма? Мен комментарийді қостым, біреулерін жазып жіберсеңіздер, одан кейін ары қарай эфирді жалғастырамыз. Естіліп тұр, иә? Онда жалғастырайық. Қараңыздар, енді жаңағы жатырдан тыс жүктілік, одан кейін гематоманың болуы, баланың төмен бекінуі, осының барлығы ерте кездегі қанды бөліністерге алып келеді, иә. Сондықтан баланың дұрыс бекінуі ол өте маңызды. Енді келесі, бұл кезде не істейміз? Бұл кезде дәрігерге барып, себебін анықтау қажет. Егер қанды бөліністер келіп жатырса, онда дәрігерге барып тексерілген дұрыс. Себебі жаңа айттым, бұның себебі гематома болуы мүмкін, одан кейін жатырдан тыс жүктілік болуы мүмкін. Оны дер кезінде анықтап, не істеу керек? Алдын алу керек, жатырдан тыс жүктілік болса, жарылып кетпеу үшін, иә. Енді келесі, үлкен срокта не үшін қанды бөліністер болуы мүмкін? Енді үлкен срокта қанды бөліністердің болуының негізгі себебі ол жиі кездесетін ол жатыр мойнындағы өспе, етті өспе, яғни полиптің пайда болуы. Ол полип жатыр үлкейген сайын гормоналдық өзгерістердің нәтижесінде, немесе ол жердің зақымдалуы нәтижесінде осы полиптерден қан кетеді. Және де келесі ол жатыр мойнының дисплазиясы. Міне көріп отырсаңыздар, суретте қалыпты жағдайда шейка қандай болу керек? Жатыр мойны, иә, тап-таза, қып-қызыл, ал-қызыл. Мына еріндеріңізді ашып, ұрттарыңызды қарасаңыздар қандай түсті болады, иә? Тура сондай жатыр жақта шырышты, сондай ұртымыз сияқты жатырдың мойны дәл осындай болып келеді. Енді қараңыздар, дисплазия дегеніміз не? Дисплазия дегеніміз ол жерде шырышты қабаттың өзгерісі. Эрозия дегеніміз ол жатыр мойнының жарасы болса, ал дисплазия дегеніміз ол жерде басқа тіннің, яғни эпителийдің өзгеріп кетуі, шырышты қабаттың өзгеріп кетуі. Сол дисплазия емделмесе болашақта қатерлі ісікке алып келуі мүмкін. Сондықтан қыздар, сіздерге айтам, қыз-келіншектер, егер дисплазия деген диагноз қойылса, міндетті түрде емделу керек. Оны күйдіріп болса, қандай ем тағайындайды, дәрігеріңіз шешеді ғой, міндетті түрде оны не істейміз? Емдейміз. Себебі емдемесеңіздер, ол болашақта қатерлі ісікке алып келуі мүмкін. Себебі Қазақстан осы
жатыңғы қатарлы орындарда тұр. Сондықтан қазір не көп? Онкологический аурулар көп, ісіктік аурулар. Себебі 21 ғасыр рак ғасыры деп атады. Құдай сақтасын бұндай жаман дерттен, аты да, заты да жаман дерттен. Сондықтан денсаулығымызбен ойнамаймыз, әсіресе женский жағымызбен қыздар көп жас бұрында ауру, эндометриоз, кез келген ауру 40 жастан кейін асқынатын, 40 жастан кейін дамитын. Себебі гормоналды фон өзгереді. Бұрын жас кезде сезбеген аурулардың бәрі шығатын. Ал қазіргі кезде ол аурулардың барлығы жасарып жатыр. Сондықтан 20 жастағы қызда, 30 жастағы қыз-келіншектерде осы аурулар кездесуі мүмкін. Сондықтан выделение келетін болса, асыңызда дискомфорт болатын болса, және де қан кетулер болатын болса, етекерден тыс, онда міндетті түрде барып дәрігерге, гинекологқа қараламыз. Және де мүмкіндіктеріңіз болса, жыл сайын бір рет онкоцитологиялық, яғни ісікті анықтайтын тестті тапсырып тұруларыңызды, мазок тапсырып тұруларыңызды сұраймын. Себебі оны ісікке айналдырып емін таппай жүргеннен көрі оның алдын алған әлде қайда жақсырақ. Енді жүктілік кезінде де мысалға эрозияның үстінен, дисплазияның үстінен, полиптің үстінен, миома кезінде де жүкті болуға болады, жүкті болып жатады. Бірақ оны емдеп барып көтерген дұрыс. Себебі жүктілік артқан сайын біздің иммунитетіміз төмен болады, төмен болған сайын барлық ауру қозады. Енді жүктіліктің екінші кезеңінде, яғни срок өскен сайын көбінесе қанды бөліністер осы дисплазияның кесірінен, полиптің нәтижесінде болуы мүмкін. Және де не бар? Мынандай диагноз бар. Ненің қалыпты орналасқан ұрық жолдасы мерзімінен бұрын сұлынуы деп аталады, отслойка деп аталады. Сізді, балаңызды сізбен байланыстыратын ол ұрық жолдас. Сол ұрық жолдас дұрыс емес орналасса, кей жағдайда сіздің денсаулығыңызға немесе бала жақтан не болады? Өзгерістер болған нәтижесінде ұрық жолдас уақытынан бұрын не істейді? Жатырдан сылынып кетеді. Көп жағдайда, мысалы, бала дүниеге келгеннен кейін барып ұрық жолдас не істейді? Туылу керек. Ол кейбір жағдайда ол дүниеге, бала дүниеге келмес бұрын іштен істейді, сылынып кетеді, яғни қалыпты орнынан жылжып кетеді. Сол кезде қанды бөліністер түрінде келуі мүмкін. Бұл өте қорқынышты диагноз. Себебі ұрық жолдас сылынып кететін болса, сол жерден ажырап кететін болса не істейді? Сізді балаңызбен байланыстырып, баланы қоректік заттармен тыныс алуы, яғни барлық нәрсені ауамен қамтамасыз етіп тұрған сол жерде ұрық жолдас. Егер ойланшы, ұрық жолдас маткадан сылынып ажырап қалса не болады? Балаға кислород жетіспейді. Бала іште шетінеп өліп қалуы мүмкін, Құдай сақтасын, Сондықтан үлкен срокта қанды выделение көрдіңіздер ма? Міндетті түрде күтіп отырудың қажеті жоқ. Дәрігерге скорыймен немесе өздігіңізбен міндетті түрде не істейміз? Дәрігеріңізге хабарласып, сізді перзентханаға жібереді. Көп жағдайда перзентханаға өздеріңіз тіркелген немесе жақын арадағы кез келген перзентханаға баруларыңыз қажет. Сондықтан қанды бөлініс келді ма? Міндетті түрде оны кетеді, немесе подружкам дифасон ішті ғой, ана дәріні ішті ғой деп, сол өз беттерінше ем қабылдаудың қажеті жоқ. Себебі сіз өзіңіздің денсаулығыңыз емес, сонымен қатар сіз екі адамның денсаулығы үшін, яғни ішіңіздегі сәбидің денсаулығы үшін жауаптысыз. Сондықтан ойланып, ол кезде толғанып отыратын уақыт жоқ. Міндетті түрде дәрігерге қаралуларыңыз қажет.